Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ит мұрынның, яғни шиповниктің пайдасы туралы айтатын боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойды ұмытпаңыз. Ит мұрынның адамға пайдасы зор. Ит мұрын жемісін консервіленген күйінде қолданады және одан витамин препаратын жасайды. Медицинада ит мұрынды поливитамин ретінде, диеталық сусын және қайнатып алған суын экстракттар, сироп ретінде пайдаланады. Организмде витамин жетіспейтіндерді, атеросклероз және басқа аурумен ауыратын адамдарды емдейді. Ит мұрын әсіресе аскорбин қышқылын жасайтын өндірістер үшін өте бағалы шикізат болады. Ит мұрынның 5-20% аскорбин қышқылы, С1, В2, К, Р витаминдерін және каротин, қант, органикалық қышқылдар, пектин, илік, бояулық заттар, минералдық тұздар алынады. Жемісі кондитер және витаминді препарат жасайтын өндірістерде қолданылады. Ит мұрын жемісінен жасалған препарат бауыр ауруына бірден-бір ем. Ит мұрынның ішінде аскорбин қышқылы құрғақ жемістің 12,5% алады. Аскорбин қышқылы ең көп болатын ит мұрын сорты Альберта. Ит мұрыннан витаминді сусын жасау әдісі. Кептірілген жемісті жақсылап жуып, аздап үгетесіздер. Содан С витамині суда жақсы ериді. Сонан кейін жемістерді эмальді кастрюльге салып, үстінен қайнаған су құясыздар. Яғни бір қасық үгетілген жеміске 1 стакан су құяды. Қақпағын жауып 8-10 минут қайнатады. Сонан кейін басқа ыдысқа құйып алып, қараңғы жерге қояды. Суыған соң 2 қабат тәке арқылы сүзіп, жемісті қысып, барлық сұйықтықты шығарады. Алынған сұйықтықты дәмін жақсарту үшін аздап қант қосады. Бұл ішуге сүйкімді сусын жасалған күні ішу керек. Егер сусын ұзақ сақталса, С витамині ыдырап кетеді. Бұл сусынды дені сау ересек адам 1 тәулікте 1-2 стакан, ал бала 1 стакан ішкен жөн. Ит мұрын жемісінен компот жасау. Піскен жемістердің түгін тұқымын алып тастайды. Суық суға жуады да үстінен қайнап тұрған сиропты құйып 5-6 минут қайнатады. Сонан кейін оны 1 тәулік қозғамай қояды. Жемісті, яғни шиповникті, ит мұрынды сироптан сүзіп алады да банкаға салады. Сиропты 2-3 минут қайнатып, банкадағы ит мұрынның үстіне құяды. Банканың аузын қақпақпен бастырып, жарты литрлік банкі болса 20 минут, егерде литрлік банкі болса 25 минут қайнатасыздар. Ит мұрын жемісін кептіру. Жемістерді жинап алысымен 70-80 градусты температурада кептіреді. Тез кептіргенде С витамині жақсы сақталады. Кепкен ит мұрын жемісінің үстінде қайнап жатқан су құйып шай етіп ішеді. Кепкен жеміс ұзақ сақталған сайын С витамині азая береді. Ит мұрын жемісінен сусын жасау. Аязға шалдыққан 2 кг ит мұрын жемісін жуып тазалап, эмальді кастрюльге салып, үстіне 5 литр жылы қантты сироп құяды. Кастрюльдің қақпағын жауып қояды. Сонан соң кастрюльдегі сұйықты сүзіп шыны ыдысқа құяды да аузын жауып салқын жерге қояды. Ит мұрын жемісінен кисель, мармелад, желе және сусындар жасалынады. Егер дұрыс жасалатын болса, бұлардың бәрінде де С витамині бұзылмай сақталады. С витамині адам организмінің жұмысы үшін өте қажет. С витамин жетіспеген адам тез шаршайды, бас айналады, жүрегі соғады, ұйқышылдық, мазасы болмау, жалпы адамның иммунитеті түсіп кетсе де аллергия пайда болады. Бұл осы С витамин толық тұрса, сізде аллергия да жоқ болады. Сол үшін үзбей ит мұрынды дайындап ішіңіз, ем болсын. Видеоның соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет.